Сәлем сұлулар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте оңай әрі өте дәмді печеньелермен бөлісемін. Ең алдымен табағымызға сливочный маслоны осылай 4-5 бөлікке бөліп алдым. Сливочный масломыз қатты да болмауы қажет, қатты еріп кетпеуі де қажет. Оның үстіне ұнымызды салып, екеуін бірге жақсылап араластыратын боламыз. Майымыз қалып кетпеуі қажет, осылай песочный болып шығады. Араластып жатыр, мен 1 шай қасық қопсытқышты салып жібердім. Және де ары қарай бәрін бірге жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып болған соң, табағымның бір шетіне 1 жұмыртқаны жарып жібердім. 1 жұмыртқаны жарып алып, оның үстінен құмшекерімізді салып, жұмыртқамыз бен құмшекерімізді азғантай араластырып жібереміз. Осылай араластырып аламыз да, сосын бәрін бірге араластырып, әдемілеп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы қажет. Ұнды жаңағы рецепт бойынша салыңыздар, өте дәмді, өте жұмсақ печеньелар шығады сонда. Осылай қамырымызды жақсылап илеп алып, енді 10-15 минутқа бетін жауып, тұндырып қоямыз. Міндетті түрде тұндырып қойыңыздар. 10 минутқа, 15 минутқа. Қамырымызды осылай тұндырып алған соң, енді бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Бізге ешқандай оқтаудың қажеті жоқ, өйткені қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды, өйткені құрамында май бар. Енді ешқандай пышақтың да қажеті жоқ, осылай қолымызбен бөліп алып, кішкентай шариктер жасап шығамыз. Қатты кішкене емес, орташа шариктер жасап шығамыз. Шариктердің арасы бос болып қалмауы керек. Міне шариктерімізді де дайындап алдық. Енді шариктерімізді листке теріп шығатын боламыз. Листке мен пергамент қағазын салдым. Егер пергамент қағаз болмаса, листті майлап жіберіп, теріп шықсаңыздар да әдемі болады. Немесе фольга болса, фольга төсеңіздер. Міне осылай шариктерді қойып алдым. Енді кәдімгі вилкамен осы шариктеріміздің үстінен басып шығамын. Қамырымыз вилкаға сәл жабысыңқырайды, өйткені қамырым өте жұмсақ. Осылай жайлап басып, вилкамызды ажыратып аламыз. Енді печеньеларымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қойып алыңыздар. Печеньеміз сәл ғана алтын түске кірсе болды, сәл ғана сарғайса болды, қатты қызарып кетпесін. Міне, печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді, іштері жұмсақ, сырты сәл қытырлақ болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, балалар сүйіп жейтін печенье. Сіздерге ас болсын.